Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Қытайда жасалған арнасы. Қазіргі нарық заманында көптеген адам көп ақша тапқысы келеді. Көп ақша табу үшін жалғыз жалақыға жұмыс істеп қою жеткіліксіз. Сол себептен көптеген адам бизнеспен айналысқысы келеді. Бірақ енді ол бизнесті жүргізе алатын адам болады, бизнеске қабілеті жоқ адам да болады. Енді ол бизнесті жақсылап жүргізу үшін ерте бастан, әуел бастан, жас кезден дағдылана берген дұрыс деп ойлаймын өз басым. Енді қазір көптеген оқушылар, студенттер кішігірім майда шүйде бизнеспен айналысып жатыр. Біреулер алып сатарлықпен айналысады, біреулер жаңағыдай қызмет көрсетумен айналысады, мысалға жаңағыдай суретке түсіріп, жаңағы фотосессия жасап деген сияқты. Бүгін мен сіздерге осы қызмет көрсету саласының ерекше бір түрін ұсынғалы отырмын. Ол мінекей мына бір аппараттың көмегімен кез келген жаңа пластиктен жасалған болсын, ағаштан жасалған, теріден жасалған бұйымдарға осы лазердің көмегімен күйдіріп сурет салу осы аппаратын көрсетпекпін. Бұл аппараттың көмегімен де ақша табуға болады. Бұл аппарат начальный уровень деп айтса болады, өйткені бұл жерде бұл ең арзан түрлерінің бірі, ең қарапайым түрлерінің бірі. Бұл жерде мысалға мына жерде лазерный головкасы бар, өзінің осы лазердің көмегімен мысалға ағаш, пластик болсын, тері болсын, кез келген күйетін материалға мынау сияқты суреттерді күйдіріп жазуға болады. Енді бұл аппараттың ең бір кемшілігі, бұл үлкен заттар жасай алмайды. Дәл осы аппараттың мүмкіншілігі, мына осы суреттің көлемінде ғана суреттер сала алады, яғни шамамен алғанда 4 сантиметр, былай 4 сантиметр, былай 4 сантиметр десе болады. Сондай суреттер ғана салады. Бұл суреттерді кішігірім брелоктар жасауға болады, мысалға брелоктарға адамның атын жазып деген сияқты, не болмаса суреттер, не болмаса жаңағы ұялы телефонның чехолдардың артына суреттер салуға болады. Мына өзім OnePlus X смартфонның чехолына осындай эмблеманы салған едім, бірақ менің телефоным қара болғандықтан түсі бұл сурет көрінбеді. Сол үшін де мен мынандай ұстағышты жабыстырып қойдым. Мысалға мынандай тері сияқты бұйымдарына осындай элемент енгізуге болады. Жаңа өздеріңіз көргендей, мысалы головкиннің бейнесін мысалға ағашқа өсіп күйдіріп салдым. Бұл енді сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатқаным, негізі бұл әдемілеп, мысалға кішкентай, кішірек осындай ағаштардан болсын, пластиктен болсын, осындай бір кусоктар дайындап алып, сол жерге кез келген суреттерді салуға болады. Не болмаса мен пауэрбанкқа мына Бавария футбол клубының девизін жазып қойдым, мия сан мия, және мынандай эмблемасын. Осы сияқты. Енді мына жерде өздеріңіз байқап отырсыздар, 4 сантиметрден көп, бірақ мен бұл жерде 3-ке бөліп жаздым. Мысалға мия сан дегенді 1 бөліп жаздым, мынаны 1 бөліп жаздым, және эмблемасын 1 бөліп жаздым. Өйткені барлық ұзындығы сыймайды аппараттың ішіне. Жазылу сапасын көрсеңіздер болады. Дәл осылай жазылды, күйдіріліп. Енді жаңағы лазер сәулесімен атқан кезде мына пластигіміз еріп, осындай бір із түседі. Бұл жерде мысалы қызыл, қара болып тұр. Бұл қызылмен жазылатын кезде, мысалға мен бірінші мына жерде түгелдей қызыл маркермен бояп алдым, мына жерде қара маркермен боядым. Қызыл маркермен бояған кезде сол қызыл маркермен бірге еріп, жаңағы лазер сәулесімен атқан кезде бірге еріп, осы қызыл краска бірге жағылып қалады. Кетпейді. Әлі күнге дейін кеткен жоқ. Пайдаланып жүрмін. Бұл жерде қара маркердің көмегімен осылай күйдірген болатынбыз. Яғни қара маркермен шимайлап аламыз да, соның үстіне мысалға лазердің көмегімен осындай суретті саламыз. Және тағы бір мысал, мынау Samsung-тың Wi-Fi роутері, соның арт жағына мынандай эмблеманы жаздық, күйдіріп тұр. Қап-қара болған жер бұл күйген жер, лазер сәулесінің көмегімен кетпейді, қолға да жұқпайды ешқандай. Осындай өте сапалы, өте әдемі көрінеді. Осындай бір мысалға бір әдемі құттықтаулар жазуға болады, қысқа қылып, кішірек қылып. Сол сияқты енді өздеріңіздің ойларыңызды, креативтеріңізді қосып, неше түрлі бұйымдар істеуге болады. Бұл аппараттың көмегімен қалай саламыз десек, бұл аппарат USB-дің көмегімен компьютерімізге жалғанады, және мына жерде ақ
ақ USB мен тағы бір кабель жалған тұр. Бұл бізде ток көзі питание. Бұл питанияны кез келген мынандай USB зарядтағышқа жалғасақ болады, не болмаса кез келген мынандай пауэрбанкқа жалғасақ та болады. Дәл қазіргі сәтте менде пауэрбанкқа жалғанып тұр. Яғни кез келген жерде осы ноутбуктың пауэрбанктың көмегімен, видеоға розетка сызып, осы құрылғының көмегімен мынандай далада жүріп те осындай әдемі суреттер салуға болады деген сөз. Бұл енді бір заказ болатын болса, выезден шығып тұрып, осындай суреттер салып беруге мүмкіндік болады деген сөз. Бірақ енді бір кемшілігі бұл жерде кейбір суреттер мынандай осындай күйдіретін жері көп болса, ұзақ уақыт салады. Өйткені бұл жерде әрбір нүктені осы лазердің көмегімен күйдіріп салады, сондықтан біраз уақыт алады. Бұны енді сіздерге мысал ретінде көрсететін болсам, бағдарламаның драйверлерін компьютерге орнатқан соң, лазер граверінің программасы бар. Осы программасын ашамыз да. Мысалы, қазір мына жерде өзінің пример ретінде келтірілген суреттері бар. Мысал ретінде, мысалға мына жерде менің жаңа Головкиннің салған суретім. Кішірек бір суретті салып көрейік. Мысал ретінде. Мына жерге лақтыра саламыз. Осы суретімізді қойып аламыз. Send image to machine дейміз. Яғни мына суретті аппараттың ішіне жібердік. Енді старт батырмасын басамыз. Бастайды. Мына жерде көрсеңіздер, мысалға жазылып біткен жерлер қызылмен белгіленіп жатыр. Яғни именно қай жерде процесс жүріп жатқанын осылай бақылап отыра аламыз. Достар салып бітті. Салған қояны осы суреті. Енді бұл қысқаша мысал болатын. Дәл осындай жолмен мына суреттердің бәрі осы жолмен салынды. Мынаның барлығы осындай жолмен ұялы телефондардың чехолдарына болсын, мынандай гаджеттердің артына болсын, осындай неше түрлі әдемі суреттерімізді өзіміз қалаған жазуларды, суреттерді салуға мүмкіндігіміз бар. Тіпті мысалға әдемі пластиктердің кесіндісінен неше түрлі брелоктар жасауға болады деген сияқты. Енді фантазияларыңызды қосып неше түрлі ойластыруға болады. Бұл лазер граверінің бағасы шамамен $70 айналасында болу керек, ұмытпасам. Енді осы видеоның астында сілтемелер қалдыратын боламын. Бағаларын сол жерден көріп алсаңыздар болады. Және айта кететін жайт, бұл жерде мысалға мына лазердің өзінің мощности болады. Андай лазердің күші, бұл жерде мендегі ең төменгісі 500 милливатт. Мыңдық лазерлар бар және 1000 жарымдық лазерлар бар, бірақ енді олар қымбатырақ болады. Және бұлардың үлкен плоттер түрінде, мысалға 1 метрлік материалдың үстіне сурет салатын, күйдіріп тұрып, плоттер сияқты жасалған версиялары бар, бірақ олар әрине қымбат болады. Негізі бастамасымен осымен бастап алып, кейін жұмыс жүріп жатса, сондай үлкен қымбат версиясын алып, сондамен үлкен қымбат циклдар алуға да болады. Достар, әзірге осы. Бұл да бір оқушыларға, студенттерге осы уақытында айналысатын кішігірім бизнестің бір түрі деп айтса болады. Сілтеменің барлығын төменнен көретін боласыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға жазылмаған болсаңыздар, каналға жазылыңыздар, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар.